Бізде бүгін дүниетану сабағы, бізде ашық сабақ. Кәнеки балалар, сабағымызды бастамас бұрын біз ең алдымен өз шаттық шеңберін жасайық. Кәнеки балалар. Достармен бірге жүреміз, бірге ойлан көреміз, бірге сабақ қараймыз, мәнерімізді қандаймыз. Жақсы балалар. Олай болса балалар барлығымыз мына жердегі өздеріне ұнаған түстерді таңдай қояйық, сосын бөлініп отыра қалайық. Отырамыз. Өзімізге керекті түстерді алып отыра қалайық. Сен қалайық. Отыра қалайық. Жақсы балалар. Ендеше балалар біз 3 топқа бөліндік, иә балалар? Ендеше қызыл түсті алғандар бірінші топ, сары түсті алғандар екінші топ, жасыл түсті алғандар үшінші топ. Жоқ. Енді балалар, қазір олай болса, балалар сендердің алған парақтарында жаңағы түрлі түсті аттарында сұрақ жазылған. Сол сұрақтарды оқып дайындалайық, кәнеки. Кімде сұрақ бар, сол сұрақтарға дайындала қояйық, кәнеки. Сұрақ барлар ғана. Кішкене уақыт берейін дайындалуға. Дайынбыз ба? Бірінші топ. Бұл сұрақтар тақтада да берілген. Бірінші топтың сұрағы. Өткен сабақта қандай тақырыпты өттік? Кәнеки, кім айтады? Сұрақ ойдыңыз? Өткен сабақта отбасы шығындары қалай Жақсы. Өткен сабақта отбасы шығыстарын өттік. Одан кейін екінші сұрақ. Отбасында шығыс болу үшін алдымен не болу керек? Кәні, кім жауап берді сұраққа? Кәні бірінші топ көрдіңіз? Баланы дауыстарыңыз қатты шығарамыз. Отбасы шығыстары болу үшін отбасы тату болу керек. Отбасы шығысы дегеніміз не? Баланы шығыс. Ақша аламыз ғой біз. Ақша алғанда, жұмсағанда соны не деп айтамыз? Жұмсаған ақша неден кіреді? Отбасы шығысына жата ма балды? Иә, жатады. Ол ұспау керек деген оған жатпайды. Үшінші сұрақ отырады. Үшінші сұрақ. Табыс қайдан келеді? Ал, айтылған даусымызды шығарып. Табыс еңбектен келеді, жұмыс дегеннен келеді. Тағы да айтатындар бар ма? Тағы кім айтады бізде бұл топта? Болды ма? Жақсы, жарайсыңдар балалар. Сендерге бір балл береміз бүгін жауап бергендеріне. Шатыспауымыз керек, иә балалар? Балалар, яғни біз екінші топ сендерге сұраққа дайынсыңдар ма? Иә. Отбасының табыстары қайдан құралады? Кім дайын? Дана қапты. Отбасының табыстары жұмыс істеуден еңбектен құралады. Жақсы. Табыс қайда жұмсалады? Бар ма? Кімде бар тағы? Табыс қайда жұмсалады? Кім айтады? Мысалы, келген ақша қайда жұмсалады? Ал, сырым? Азық-түлікке. Тағы да? Сағаны түге кетеді. Қайда? Азық-түлікке деп тұрмыз, иә. Тағы да? Ал, айран? Отыра қой. Сосын банкке кетеді. Банкке? Иә, дұрыс айтасың. Тағы да? Оқу құралдары. Жақсы. Енді, негізгі шығындар деп нелерді атаймыз? Негізгі шығындар деп. Нелерді атаймыз? Негізгі шығын қайсысы? Негізгі кететін шығындар қайсысы ол? Не болады? Негізгі шығындар. Негізгі шығындар деп пайда факторларын атаймыз.
Жақсы. Тағы болды ма? Жақсы балалар. Олай болса, бұл топта өте жақсы жауап берді. 1 балл береміз. Үшінші топ, сендер сұраққа дайынсыңдар ма? Иә. Отбасылық шығындарды азайтудың жолын ата. Қане? Ата ғой, ақсер. Отбасылық шығындарды азайту үшін көрінген затты алмау керек. Ақшаны үнемдеп жұмсау керек. Жақсы. Тағы да бар ма айтатының? Болды, иә? Жақсы. Отбасылық қаржы қайда жұмсалады? Ал Заттыбек. Отбасылық қаржы үй жабдықтарына, тұрақты шөпке, көмірге, кредитке. Несиеге, жеткізілген дұрыс. Енді келесі, ақша не үшін керек бізге? Кім айтады? Ал батырдан айта ғой, ақша не үшін керек? Заттар сатып алсын, иә, қатша. Светтің ақшасын, жарықтың ақшасын төлеуге, иә. Тағы да не үшін бізге ақша керек? Раяна? Азық-түліктер алу үшін, киімдер алу үшін. Яғни тағы да не үшін кетеді ақша? Не үшін кетеді? Басқа да азық-түліктерге оқу құралдарына кетеді. Жақсы балалар, өте жақсы. Сендер де өте жақсы жауап бердіңдер балалар. Олай болса балалар, бізді үй тапсырмасын сендер өте жақсы дайындалып келіпсіңдер. Олай болса балалар, мен сендердің алдарына, міне, қазір бірнеше түстеріне байланысты бірнеше мынандай сөйлемдер беремін. Сендер құрастырасыңдар. Мақал-мәтел шығу керек. Мақал-мәтел шығу керек. Құрастырыңдар, міне барлықтарын бірігіп құрастырыңдар. Жақсы, балалар, кәнекей, үшінші топ қолды үндемей көтерді, сендерден қандай ұсыныс бар? Үшінші топ, қандай мақал шықты? Күлме келер басына. Дұрыс, күлме досына келер басына. Қалай түсінесіңдер осыны? Біреуін ғана айтасың. Ал, ерғана түсінесіңдер? Досына күлсең, өз басына келер. Тағы да сол жауап қоясыңдерде. Жақсы, досқа күлуге болмайды екен еш уақытта да. Жақсы, енді екінші топ сендерде қандай мақал шықты? Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Неге солай айтады екен? Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Қалай түсінесіңдер осыны? Ал? Біреу айтады, мен бір бұрыс жасаймын деймін, айтады, неге күліп тұрады. Ол дос емес, е, күліп тұрса, бұзықтық жасаған айтты. Тағы да қалай да айта аласыңдар? Толықтырасыңдар ма? Кім толықтырады? Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Ал, Айрат? Дос жылатып оны жақсы қылып айтады. Ал дұшпан күлдіріп өтірік. Жаман қасиетін күлдіріп айтады, е? Жақсы, сендер солай түсіндіңдер. Сендердің мақалдары қандай? Ал тыңдайық бірімізді. Оқысаңшы біреу дауысын. Дос сыртынан мақтар, дұшпан көзінен мақтар. Не дейді? Дос сыртынан мақтар, дұшпан бетінен. Ал енді осыны қалай түсінесіңдер? Қаны? Дос сыртыңнан мақтайды, дұшпан көзінше мақтайды. Соны қалай түсінесіңдер? Қандай адам көзіне мақтайды екен? Қандай адам? Дұшпан адам. Ал қандай адам көзіне сыртынан мақтайды? Нағыз достар ол сыртынан мақтайды. Жақсы, әр топтың мен балдарым берем, қанекі балдар, міне. Балымызды жинақтап отырамыз келесіз. Балалар, жақсы, олай болса балалар, біздің мақал-мәтелдеріміз кімде туралы болды?
Дос туралы тышқа, сосын дос туралы, иә? Ендеше бірінші топ, екінші топ, үшінші топ сендерге тақтада сұрақтар тұр. Дайын отырамыз. Әр топ. Бірінші топтағы достық дегенді қалай түсінесің? Дайын отырамыз. Екінші топ достар деп кімдерді айтамыз. Екінші топ дайын отырамыз. Үшінші топ адал дос дегенді қалай түсінесің? Осыған дайын отырамыз. Дайын отырамыз. Осыған жауап беруге дайын отырамыз. Бірінші сұрақты оқып бересің, сосын бізге жауабын айтып бересің. Дайын отырайық. Қане? Дайынбыз ба? Иә. Жақсы. Мына жақта бізге Әділхан оқып беремін дейді бірінші топтан. Достық дегенді қалай түсінесің? Достық дегенді Қалай түсінесің? Достық деген. Ал мейірім айтам дейді дауысын тағы шарауыз. достық дегенді қалай түсінесің? Қалай түсінесің? Достар бір-біріне көмектеседі. Бір-біріне адал. Жақсы. Мейірім әрі қарай қалай түсінесің тағы? Досын сатпау керек. Жақсы. Балнұр. Дос, егер де сен өзіңнің досыңа келіп көмектессең, ол да саған келіп көмектеседі. Жақсы. Әрі қарай ықылас. Дос маған көмектесті. Ол досына көмектеседі. Екеулер көмектеседі бір-біріне. Жақсы. Достар бір-біріне көмектеседі. Екінші топ. Достар деп кімдерді айтамыз? Шахмазы. Достар деп кімдерді айтамыз? Бір-біріне көмектескен достар. Тағы да Рауан. Достар деп кімдерді айтамыз? Рауан. Кімдерді айтамыз? Көмектескен. Көмектескеннен бөлек тағы да көмектессе ғана дос бар. Айрат, отыралық. Дос, мысалы, сенде мысалы, сенде қиын кез болып жатқанда саған көмектесетін адам, ол саған көмектескенде қасында жүріп күліп ойнап жүреді. Жақсы, жарайды. Ендеше, жақсы. Келесі, Заттыбек, сендерді оқы сұрақты. Адал дос дегенді қалай түсінесіңдер? Адал дос деген бір-бірін сатпай, бір-біріне көмектесіп, жаман әрекеттерін істеуге болмайды деп айтып, бір-біріне көмектесіп жүру керек. Тағы да Ақсен, адал дос деп қалай түсінесің адал дос дегенді? Адал дос бір-бірін сатпау керек. Қиын кезде бір-бірін тастамайды, ақылмен бөлісіп жүреді. Жақсы, өте жақсы. Мына топқа да біз 3 балл береміз, мына топқа 4 балл береміз. Балар, жақсы. Яғни әр топ өте жақсы жауап берді. Жауаптар өте жақсы. Ендеше балар, біз бүгін, сонымен біздің бүгінгі сабақ қате туралы болайын деп тұр. Олай болса балар, біздің бүгінгі біздің жаңа сабағымыз, міне балар, яғни біздің сабағымыз бүгін тақырыбы адам досымен мықты деген. Бәріміз оқулықты ашамыз, балалар, бәріміз оқулықты ашайық. 16-15-ші бетті оқулығымызды ашайық. Оқулықты ашайық. Адам досымен мықты. Адам досымен мықты. Қанекей балалар, бүгінгі сабақта біз не үйренеді екенбіз? Қанекей, оқыңызшы бүгінгі сабақта. Тоқтаймыз. Ал, мейірім оқышы бүгінгі не үйренеді екенбіз? Адамдар арасындағы достықтың маңыздылығын үйренеді. Жақсы, яғни біз адамдар арасындағы достықтың маңыздылығын үйренетін боламыз, балалар. Олай болса, балалар, барлығымыз 16-17 бетті ашып, оқып отырайық ішкейік. Оқып алайық ішкейік.
Оқып болдық па балалар? Мәтінді оқып болсақ, балалар барлығымыз бір сергі балар, орнымыздан тұрып, бір сергі алар. Қанекей, қақтардан ойғай ішін. Кішкентен ары қарай тақтаға қараймыз, барлығымыз сеніп қалып. Ал, бір сергі балар, қанекей балар. Dostluk sözünün mağarası müzara sayılırsa bir ortak müdegi kurallar yakın katılması bildirir. Dostlarмен birге sabahқа dayындалғанда және басқа да уақытта әдеттеніп ережелерін сақтаған абзал. Жақсы, әрі мейірім сақтаған абзалында тәртіп адам бойына қалыптасатын тәрбиенің үлгісі. Жақсы, әрі қарай мәселе. Мәселен, сен және сенің достарың мектепке кешікпей келесіңдер. Жақсы, келесіңдер, әрі қарай. Мұғалімдерге орындарынан тұрып әдет көрсетесіңдер ме? Міне осының бәрі әдеттер үлгілері саналады. Жақсы, әрі қарай кім оқы, дана оқы, достықты сақтау. Достықты сақтау үшін мінез-құлықтың әдептілік қағидаларын сақтаудың маңызы зор. Жақсы, сырым. Өзіне өзгелердің қандай қарым-қатынасты болғанын қаласаң, өзің де өзгелерге сондай құрметпен қара. Жақсы, Айрат. Екі дос бір егісте жұмыс істейді. Бірі үйленген отбасы бар. Екінші бойда күн батқанға дейін жұмыс істейді достар. Тапқан өнімді теппестен етілген бөліп алады. Болды, әрі қарай бойда. Басқа Бойда жігіт түскен пайдасын тепе-тең етіп бөлгенің дұрыс болмады. Мен жалғыз тұрамын, сондықтан да көп шығыным да жоқ деп ойлайды. Осындай оймен бір қап бидайды жасырын түрде досының қорасына апарып тұрады. Досы да ішінен түскен өніммен пайданы бірдей бөлгеніміз дұрыс. Менің отбасым бар, қайғанда олар маған қарайды. Жақсы, әрі қарай Зақтыбек. Досымның болса ешкімі жоқ, қартайған кезінде
Жақсы, осылайша қыздар. Осылайша ол да түн жамылып досының қорасына бір қап бидай апаратын болды. Осыған қарамастан екі қорадағы қаптар саны неліктен еш азаймағанына екі достар түсінбей жүреді. Тағы бірде екеуі бір-бірінің қорасына қап апара жатқанда жолда кездесіп қалады. Сонда ғана олар болған жайды түсінеді. Қаптарын жерге қоя салып, екі дос бір-біріне деген адал ниетті екендерін біліп кездеріне жас алады. Жақсы балалар, қараңдар балалар. Яғни сендер мәтінді барлықтарын оқыдыңдар, түсінген болған шығарсыңдар, не туралы екенін мәтін. Түсіндік па? Түсінген жоқ па? Яғни сендердің сыныптардың арасында да, осы біздің өзіміздің 3-ші сыныптың арасында да бір-бірімен қалайсыңдар сендер? Татусыңдар да, тату емессіңдер? Татусыңдар, Мысалы, осы сыныпта сенің достарың бар ма? Тұра қойыңдар. Кіммен доссың сен? Сенің достарың кім осы сыныпта? Дауысыңыз шығар. Жақсы, тамаша. Жақсы, тағы да кім-кіммен достан айтайықшы сыныпта, Ерған айт. Мен Бақтыбекпен доспын, Сырыммен, Рауанмен, Ақыласпен доспын. Жақсы. Батырған сенің достарың кім айта қойшы? Айта қой. Достарың кім сенің? Кім сенің достарың бар ма? Достарың сыныпта. Тамам? Айта бер. Айта бер. Не ойландың? Жарайды, айта қойған. Менің досым Бауыр, Ділназ, Мейірім, Мақсер, Дана. Жақсы, Ақсер, Менің достарым Раяна, Балнұр, Мейірім, Ділназ, Дана. Жақсы, Балнұр айта ғой сенің достарың. Менің достарым Ақсер, Раяна, Мейірім, Ділназ. Сенің досың кім? Ықылас, айта ғой. Менің досым Әлхан, Рауан, Сырым, Айрат, Шахназар, Затбек, Ерғалан, Батырлан. Көп екен достарың. Жақсы. Сырым сенің достарың кім? Әлхан, Ықылас, Рауан, Айрат, Шахназар, Затбек, Батырлан, Ерғалан. Жақсы, жарайсың, достарың көп екен. Ал Заттыбек сенің достарың кім? Менің досым Батырлан, Ерғалан, Сырым, Рауан, Әділхан, Ықылас, Шахназар, Айрат. Барлық бала досың. Қыздармен дос емессіңдер ме олар? Қыздар айтып жатыр ұлдарды қанық, Әділхан айта ғой. Менің досым Сырым, Ерғалан, Затбек, Батырлан, Ықылас, Шахназар. Жақсы. Қыздармен дос болуға болмай ма? Неге дос емеспіз қыздармен? Дана айта ғой. Менің достарым Ақсер, Раяна, Балнұр, Ділназ, Мейірім, Әділхан, Рауан. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Яғни біз бір-бірімізбен дос екенбіз. Басқа сыныптарда да бар шығар, достар? Жақсы, көршілерің де бар шығар. Жақсы балалар. Жақсы, өте жақсы. Балалар олай болса, жаңа сендер оқыған мәтіндерің бойынша біз бірнеше мына сұрақтарды, осы сұрақтарға біз дайындалуымыз керек. Яғни балалар, ең бірінші біз оқулықтағы этика деген сөз тұр ғой, этика. Этика дегеніміз не екен? Білесіздер ме? Этика деген не? Этика деген сөз. Ағылшын тілінде де жазылды. Кім оқи алады осыны? Этик, ағылшынша? Этик. Дұрыс, этик. Жақсы. Олай болса балалар, біз этика дегеніміз не? Кім айтанады? Этика деген достық. Достық арасындағы не ол? Әдептілік қой, ол да әдетке жатады, әдептілікке жатады. Яғни біз досымызбен дос болғанда не істемеуіміз керек? Қайтпеуіміз керек? Бұзық болмау керек. Достық қайтпеу керек? Шықмадан сатпау керек, сатпау керек. Ренжітетін сөз айтуға бола ма? Жоқ. Ренжітетін сөз айтуға болмайды. Достың көңілін қалдыруға бола ма? Жоқ. Болмайды, Досқа өтірік айтуға болмайды. Сатқындық жасауға болмайды. Жақсы. Олай болса, бірінші топ сендерге мынандай сұрақ. Саған достарыңның арасында өзіңді әдепті ұстай білуге этиканың қандай ережелері көмектеседі? Мысалы, достарыңмен сен дос болу үшін этиканың қандай ережелері көмектеседі? Сол туралы ойланыңдар. Екінші топ, сыныптастарының барлығы саған дос бола ала ма? Үшінші топ, досыңның қандай жақсы қасиеттері бар? Мысалы, мен Заттыбекпен
өстіп айтып бересіңдер, жақсы ма? Кәнекей. Дайындалып отырайық. Ал бірінші топ дайынбыз ба? Қай топ дайын? Солар жауап береді. Дайын болған топқа ұпай сандар береміз. Ал Заттыбек айта ғой. Ал үшінші топ досыңның қандай жақсы қасиеттері бар? Енді бір досыңды айт мысалы, соның жақсы қасиеттері. Досымның үйдегі жұмыстарыма көмектеседі. Жақсы қасиеттер, саған көмектеседі. Сосын тағы қандай жақсы қасиеттер бар? Қандай ол? Су тасуға көмектеседі. Жақсы, тағы қандай жақсы қасиеттер бар? Қандай жақсылықтар бар тағы да? Ал ер ғана сен не айта аласың? Кім сенің досың? Мен досым Заттыбек, ол маған үйіме келіп, ағаш тасысады, мал жайғасады. Жақсы. Енді жақсы қасиеттерің жоқ па сендердің? Қасиет, жақсы қасиет, көмектескеннен бөлек. Ал кім Ақсер? Раянаның жақсы қасиеттері ол мен мұнайғанда жанында болады. Жақсы. Тағы да Раяна бар ма сенде жоқ? Қандай жақсы қасиеттерің бар сенің досыңның? Жақсы қасиет беріңізші, жақсы қасиет. Жақсы қасиет бар ма жоқ па Ақсерде? Ақсер қандай болады? Қандай өзі? Тәртіпті, иә? Жақсы жарайды. Екінші топ дайынбыз ба? Екінші топ сыныптастарыңның барлығы саған дос бола ала ма? Ал, Дана, айта ғой. Дос бола. Дос бола алады. Кім дос бола алады? Кімдер бола алады? Мейірім өте тәртіпті үйше. Мұғалім жаз дегенді әдемі қылып жазып береді. Жақсы, отыра ғой. Сыныптастарыңның барлығы сендерге дос бола ала ма? Осы сұраққа жауап берейікші. Ал? Иә. Толық жауап береді? Толық жауап берейікші? Я деген жай жауап қой ол. Сыныптастарым бүкіл маған дос болады. Өйткені мен олармен бұрыннан достасам, оларға көмектесем, олар да маған көмектеседі. Жақсы, тамаша. Міне тамаша жауап, толық жауап берді. Балалар, естеміз? Бірінші топ, саған достарыңның арасында өзіңді әдепті ұстай білуге этиканың қандай ережелері көмектеседі? Өзің достардың араларында өз-өздеріңді ұстауда қандай әдептілік ережелері сендерге көмектеседі? Қайтесіңдер сендер? Жақсы дос болу үшін қайтесіңдер? Қандай әкәні? Біз жақсы дос болу үшін Айдырхан, айта. онымен дос болу керек, Тағы да. әдепті болу керек, Айтасың, жақсы бала болу керек. жақсы бала болу. Тағы да. Бана толықтарсыңдар ма? Аха. Тағы да. Толықтардың сонда айтыр. Балалар айта ғой. Бір-бірін сатып алу керек. Тағы да бар ма? Аха. Бір-бірін сатпау керек, сосын төбелеспеу керек, тәртіпті болу керек. Жақсы. Ренжімеу керек. Ренжімеу керек. Жақсы. Ал Әділхан тағы қосақта бар екен. Бір-біріне көмектесу керек. Көмектесу керек. Аха, мейірім даусың. Бір-біріне дос болу керек, адам дос болу керек. Тамаша. Яғни жақсы, өте жақсы. Балалар, яғни үшінші топқа біз қандай баға береміз жаңа жауаптарына? Шапалақтайық кәнекей. Ұнаса шапалақтайық. Ұнамаса шапалақтайық. Жақсы. Бірінші топқа. Жақсы, ұнады, иә? Жақсы. Олай болса балалар, кеттік ары қарай. Келесі балалар бізде біз оқулық бойынша айттық. Олай болса дәптерімізді ашайық, балалар бүгінгі күнді жазайық. Адам досымен мықты. Яғни әдептілік ережесін қарастырыңдар барлықтарың. Әдептілік. Доспен, мысалы сендер достарыңның арасында қандай әдептілік ережелерін ұстанасыңдар? Қандай боласыңдар? Жақсы дос болу үшін, жақсы болу үшін қандай болуымыз керек? Сол ережені жазыңдар.
әдептілік ережесін құрастырайық. Құрастырған ережемізді балалар айтып береміз. Жақсы ма? Дайын отырамыз. Әдептілік ережесі, әдептілік. Көмектесуден басқа көп қой балалар, әдептілік ережесі. Ол көмектесу деген бір басқа, әдептілік ережесі бір басқа балалар. Болды па? Әдептілік ережелерін кім айтып береді? Ал кім құрастырды? Қай топ құрастырды? Ал Ақзерім қандай әдептілік ережелерін құрастырдың айта ғой. Тәпсірге қарап айтам Захар, қандай әдептілік ережелерін құрастырдың? Достармен ұрыспау, төбелеспеу, өзіңді ұстау. Болды ма? Жақсы, тақым деп бар. Айта ғой. Менің достарым ылғи жанымда табылады. Сенің достарың ылғи жанында табылады. Олар маған көмектеседі. Достармен ұрыспау, ұрыспай күнде тату болып жүреді. Тамаша, жақсы. Әрі қарай, үшінші топ бар ма сендерде? Екінші топ бар ма сендерде? Айрат. Олармен ұрыспай, төбелеспей, дұрыс, әдепті болып, ақылды, біріне көмектесіп жүрді. Жақсы, тамаша, жақсы. Өзің несін? Қана айта ғой. Достар бір-бірімен төбелеспеу керек. Бір-біріне жаман сөз айтпау керек. Бір-бірін жамандамау керек. Жақсы, бір-бірін жамандамау керек дейді. Тамаша, ал Аян айта ғой. Достар тәртіпті болу керек. Бір-бірімен төбелеспеу керек. Жақсы, тағы да қай топта айтатын? Мейірім. Достармен ұрыспау керек, адам болу керек, ренжіспеу керек. Жақсы балалар, олай болса, біз барлығымыз өте жақсы жауап бердік. Сендерге, бұл бойынша 2 балдан береміз барлықтарына. Жақсы, сендер әдептілік ережесін өте жақсы құрдыңдар. Мына топтан бізге Айраттан айтып берді ме балалар? Жақсы. Олай болса балалар, қазір барлығымыз микс жаттығуы арқылы біз қазір бірнеше сендерге тапсырмалар берем. Бірінші топқа қалаш құрастыру, бірінші топқа. Бірінші топ, сендер мынау достардың суреттеріне қалаш құрастырасыңдар, жарай ма? Яғни достар тақырыбында қалаш құрастырасыңдар. Ал екінші топ, сендер достық туралы 5 жолды өлең жазасыңдар. Барлықтан біріңдер жіңішке фломастермен, жіңішке болғанды сендер мынау, сендер міне сұрақтар бірінші мәтінді оқып алды, мәтінді оқып алды. Күн жоласы ойыны, достық туралы хикаяны оқисыңдар. Кітаптағы бірінші достық туралы хикаяны оқып алды. Сосын кейін барып жай-жақты отырасыңдар, сұраққа жауап бересіңдер.
Балалар болыппа? Жақсы болсақ балалар, әр топ өздерінің жасаған жұмыстарын тақтаға шығарып қорғаймыз. Міне, әр топ қабақ жақсырақ ұстаңдар. Сендер екі магнит. Әр топ Раяна сені жаққа қоя бер. Су жүре, жоғары. Мейірім, мына жаққа қоя берсін. Мына жаққа қоя берсін. Жақсы. Ал енді әр топ балалар қорғаймыз, сұрағымызды оқып отырып қорғаймыз. Кім қорғауға қалады? Мен. Мына жаққа. Мына жаққа сен қаласың. Жақсы. Мына жаққа кім қалады? Оқуға өбеміз. Отырамыз қалғанымыз. Болды. Қалғанымыз отырайық. Жақсы. 3 топтан 3 бала ғана алады. Болды. 3 топтан 3 бала алады. Кәмекей. Сұрағымды бірінші топтан сен сонда оқы сұрағымды. Kalaş tatlısı dostlar takımına kalaş kuraktırıydı. Siz de ne istediniz? Dostlar mı? Sürüp kalaş. Қандай суреттер ол? Dostların sürüp. Яғни сендер қағаз туындыларынан достардың несі құрадыңыз? Fotoğrafını kalaşın. Фото калаш құрастырдыңдар. Жақсы, отыра ғой. Екінші топ оқып сұрағым. Финквен стратегия. Достық туралы 5 жол. Жолды өлең құрастырды. Қараңдар балалар. Достық туралы 5 жолды өлең құрастырды. Топ болғаннан кейін. Ақылды, мейірімді көмектеседі, қолдайды, айтады. Дос сені әрқашанда қолдайды. Яғни дос құрбы, қолдайды. Ал енді үшінші топ оқимыз. Отыра ғой, жақсы. Күн шұғыласы ойны. Достық туралы хикаяны оқып, сұрақтарға жауап бер. Достық мәні. Достықтың мәні. Яғни сендер достық туралы хикаяны оқыптыр ма? Оқыдық, жақсы. Яғни сен мына сұрақтарды оқып, сосын жауабын айтасың. Достықтың мәні неде? Достықтың мәні неде? Достықтың мәні шынайылықта, мықтылықта, бірлікте, татулықта, сыйластықта, адалдықта, бірлікте. Өте жақсы. Жарайсыздар балалар, отыра ғой. Жақсы, яғни достықтың мәні неде екенін үшінші топ бізге ашып берді. Әр топқа 3 ұпайдан бердім. Кәнекей балалар, олай болса топ басшылары жылдамдатып ұпайларыңызды бірігіп санай қойып. 14 сендерде 13 жақсы, яғни бірінші топ бізде алда келе жатып отырағанымыз орнымызға. Балалар жылдамдатып отырағандаршы тексіз орнымызға. Иә балалар, ендеше қазір бізді барлығымызда бүгінгі сабақта балалар біз сонымен кімдер туралы өттік? Достар. Яғни балалар бүгінгі сабақтан біз не үйрендік?
мен сабақ сендерге қызықты болды ма болмады ма оқып беріңізші жылдам. Бірінші топта кім оқиды? Оққаннан қол. Қызықсыз болды деп ойлаймын. Қазір сабақ қандай болды деп ойлайсың? Мен баста. Мен сабақты қызықты деп ойлаймын. Қызықты болды деп ойлаймын. Екінші топ. Сендер де мен сабақты не үйрендім? Баста тез. Екіншісі. Мен сабақта үйрендім, көп нәрсені үйрендім. Дұрыс, мен сабақта көп нәрсені үйрендім. Жақсы. Үшінші. Ақсен оқи ғой саған. Мен басқалардан мұқият тыңдадым. Жақсы балалар. Олай болса күнделігімізге бүгінгі күнді жазып алайық. Үй тапсырмасын жазып алайық. 16-17 бет оқу. Барлық балалар бізде бірінші топта мейірім өте жақсы қатысты. Діннәз, Әділхан, Балнұр, ықылас өте жақсы бүгін қатысты. Бұл балаларға біз 10 балл қоюымызға болады. Екінші топта Айрат, Дана, Сырым өте жақсы қатысты. Сосын Шахмардан бұл балаларға 10 балл қоюға болады. Ал кім кішкене сабаққа қатысу керек, балалар? Мына үшінші топта бізде Райана өте жақсы қатысқан Ақзер, Ерғанат және кім? Заттыбек 10 балл қоюға болады. Кімге сабаққа қатысу керек? Жақсы балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды.